Ал біз Шымкент қаласына саяхат жасаймыз. Біз жолда бара жатырмыз осы кезде. Жаңақорғанның жолы. Сіздерге қонақ үй туралы, ресторандар туралы айтатын боламын. Шымкент шырайлы, жасыл мекен. Талдары өте көп. Біз Калипсо қонақ үйіне тоқтадық. Бұның іші маған ұнағаны, бағасы тиімді, бөлмелері таза, жаңадан ашылған, төсектері барлығы таза. Бөлмелер тек бір жақ бетте ғана орналасқан. Тыныш. Біз бұны 10 мың теңгеге жалдадық. Және 12 мың теңгелік бөлмелері бар. Мінекей сіздерге 12 мың теңгелік бөлмелерді таныстырып жіберейін. Душы, туалеті, зубный паста, щетка, шампунь барлығы бар. Сүлгі, простыня барлығын береді. Телевизор барлығы жасап тұр. Телефон қосылып тұр. Кез келген уақытта звондап сұрағыңызды қойсаңыз болады. Бұл 12 мың теңгелік бөлмеде артықшылығы диван бар креслосымен, және де кішкентай холодильник бар. Одан кейін біз Сандық ресторанына бардық, жаңадан ашылған. Шымкент бойынша номер 1. Бұның ішінде барлығы бар, жаңға жайлы, тамақтары өте дәмді. 2 этажды, бірінші этажда стол, стульялармен, екінші этажында отыратын орындықтармен, яғни тапчандарымен. Бұл ресторанның ерекшелігі тарихи тағамдарды заманауи үлгіде таңғалдырып жүрген Сандық мейрамханасы. Нан заказ бербедік, осылай ғып бір табақ қып әкелді. Және осы нанға біз тойып қалдық. Одан кейінгі тамақтар бізде желінбей қалды. Мына ыдыстағы, тәрелкедегі қалды осылайынан. Қалған еттерді салып алдық өзімізбен бірге. Осы дастарханның барлығы бізде 50 мыңға шықты. Бағаларын Сандық KZ сайтынан қарасаңыз болады, онлайн түрде. Елдің бәрі келген кезде міндетті түрде фотосессия жасайды осы бір киімдермен. Бұл киімді осы Сандыққа келгендердің барлығы киіп көрген шығар. Сізде барып киіп суретке түсіңіз. Одан кейін улап-шулап перевернутый дом деген осындай, яғни төңкерілген үйге келдік. Бұнда барлығы төңкерілген күйде. Балаларға қызық болды в основном. Бұның бір минусы, бұнда жарық жетіспейді екен. 2 этажды, бірінші этажында жатын бөлмесі, екінші этажында қонақ бөлме, ваннасы, яғни барлығы терісінен орналасқан. Және де бұлардың қасында суретке түстік. Негізі идея ойластырып барған жөн екен. Өйткені басың айналып, ішіне кірген кезде қалай суретке түсуге болады деп ойланып қалады екенсіз. Бұның бір плюсы, қанша жүрсеңіз де уақыт жоқ, шексіз жүре бересіз. Біз өзіміз кеш барғандықтан түнгі 11-ге дейін екен, біз өзіміз 10-нан өте барғандықтан асығып, аралап, көріп, шығып кеттік. Кіру құны балаларға 500 теңге, үлкендерге 1500 теңге екен. 3 жасқа дейін кіру тегін. Біз енді бірінші қабатқа келдік.
Бірінші қабатта жатын бөлмесі, ойыншықтар, балалар бөлмесі, жұмыс үстелі. Осылай қылып суретке түстік. Солай бір күнімізді өткізіп, үйімізге қайтып демалып, ертеңіне Шымкент Плазаға келдік. Бұнда Ерке Есмахан бізді қарсы алып алды өлеңімен «Сені іздеймін» деп. Кешегі қалған етімізді сосын KFC заказ бердік. Тамақтанып болған соң Funky Town ойын-сауық орталығына келдік. Себебі балалар қоймаған соң алып келдік. Бұнда Funky Townның құны карточкасы 200 теңге және 5000 теңгеге құйсаңыз 2000 теңге подарка. Біз 10.000 теңге құйып, 10.000 теңге подарка алып, общий 20.000 теңгеге 6 баланы және өзімізде арасында ойнадық. Сөйтіп 20.000 теңгемен жарты сағаттың ішінде тауысып шықтық. Бір қызығы, өзіңіздің қалаңыздағы Funky Town карточкасы бұнда жарамайды екен. Өзіңіз сатып алады екенсіз. Және келесі бір келген кезде пайдалануға болады екен. Әр ойын алаңы 400-ден кем емес. Мысалға мынау 400 теңге тұрады. 500 теңге, 600 теңге. Балалар да өзімізде әбден ойнадық. Әсіресе папаларымыз жақсы ойнады балалармен бірге. Өйткені ішінде ересектерде ойнайтын автоматтар бар екен. Сонда ойнады. Бір минусы, карточканы жүргізген кезде ақшаны алып болмайды екен. Карточканы оқымай қалады екен. Бір рет жүргізгеннің үстіне тағы да қайталап жүргізе береді екенсің. Балалар да өзімізде мәз болып, қаланы аралап, ғимараттарды тамашалап, биік-биік, көгал, жасыл, таза ауа, күн көзі жарқырап тұр. Қаланың мына шетінен ана шетіне дейін жету үшін ұзақ жүреді екенсің. Мегаполис десе мегаполис шымқала екен. Біздің бұл қалаға келуіміз 3-ші рет. Маршруттардың өзі 114, яғни 100-ден асып кеткен уже сандары. Біздің қалада маршруттың ең көбі 31-ге дейін ғана. Үлкен-үлкен ғимараттар салып тастаған. Барлық халқы еңбекқор. Қазақша сөйлейді. Және де арзаншылық. Шымкентке барсаңыз, осы жерлерді міндетті түрде көріңіз, қыдырыңыз. Және де менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Лайк басып, Шымкентке қыдыратын, бірге қыдырайық деген достарыңа жібер осы видеоны. Сау болыңыздар.